Құрметті футбол сүйер қауым, Хорнетс Қырғызстан және Арсенал Қазақстан Шымкент командалары арасындағы матчтың пенальтилер сериясын сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Осы жерден сіздерге ұсынамыз. Қазір бірінші соққыны Мұхаммед жолдайтын болады. Арленнің қақпасына Мұхаммед соққы бағыттайды. Көреміз. Пенальтилер сериясы 3 ойыншыдан соққы бағыттайтын болады. Екі қақпашыға төреші қазір түсіндіріп жатыр. Сызықтан шығып кетпеу керек соққы бағытталған кезде. Демек, баршасы өз орнында. Мұхаммед және Арлен арасындағы дуэлге куә боламыз. Рұқсат қазір төреші берді. Мұхаммедтен соққыны Арлен қайтара алмады. Есеп 1-0. Осылайша есеп ашылды. Нұрдәулет соққы бағыттайтын болады. Бірінші соққы Арсенал командасының бірінші соққысы. Көрейік, әлі еш нәрсе шешілген жоқ. Есеп 1-0. Нұрдәулеттен соққы болды, гол емес. Деп қайтарды. Тіке өзіне соққы бағыттап қойды. Арленнің қақпасына Хорнетс футболшылары соққы бағыттайды. Рұқсат берілді. Соққы қақпаның маңдайшасынан доп алаңнан шығып кетті. Есеп 1-0. Зиятжан келе жатыр доптың алдына. Қорғаушылардың соққылары өте жойқын, анық болады. Біз үлкен кәсіби футболда да білеміз. Қана Нұрдәулеттің соғалмаған голын дұрыстау мүмкіндігі. Есеп 1-0. Қазірше Хорнетс командасының пайдасына. Осыдан соң бір соққылар қалады. Рұқсат берілді. Зиятжаннан есеп кеңесті. 1-1. Міне айттық қой, қорғаушылардың соққылары жойқын болады деп. Команда капитаны Хорнетс командасы Алинур Арлен арасындағы дуэль жекпе-жек. Арлен ба? Қана рұқсат берілді. Соққы! Гол! 2-1. Ең соңғы соққы. Шешуші соққы. Рауан Ордабек. Рауан гол соғатын болса, тағы да бір соққыдан беріледі. Қателікке дейін. Рауан барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Рұқсат берілді. Соққы! Гол! Қақпаш топты қайтарғандай болды. Бірақ тәжірибесін көрсете алды Рауан. Енді гол соғылмағанға дейін. Қазір Хорнетс ойыншылар кімді соққы бағыттауды бапкер шешті. Анық соққы бағытта деп жатыр. 7-ші номер. Валер, поставь мяч, пощупай его. Надо просто на удар, понял? Арленнің қақпасына. Менің түйсігім қазір осы гол соға алмайды деп тұрмын. Футболшы рұқсат берілді. Арленнің қақпасына соққы! Арлен ұстап тұрын. Голдық жіберіп алды. Футболшының әрекетінен де. Гол соқты. 2-1. Кім? Айсұлтан ба? Айсұлтан матчта өзінің голымен көзге түскен. 2-1 қазірше Хорнетс жеңіске жетіп тұр. Айсұлтан рұқсат берілді. Соққы! Гол! Айсұлтан қақпашы қолдардың арасынан доп жіберіп алды. Есеп 2-2. Тағы да соққы жалғасады. Арленнің қақпасына кім?
төреші, бас бапкер қазір Байсал, просто бей. Байсалға сенім артты. Демек, Байсал Арленді қап қалдыруға тырысады. Есебі 2-2. Байсал. Қателікке дейін жалғасады. Байсал және Арлен арасындағы дөт. Қорқып жатыр. Байсал психологиялық тұрғыдан дайын ба? Жоқ, қалды. Ол соға алмаса енді жас бүлдіршінде рұқсат берілді. Соққы гол! Арлен қайтара алмады. Братья, тащи! Байсалды қалай қолдап жатыр. Гол соқтың ғой сендер. Ибрахим 3-2. Қазір қателік кешірілмейді. Қателік керек емес. Ибрахимге дұрыстап қой деді алаң ортасына. Қазір 3-2. Рұқсат берілді. Ибрахимнен соққы гол емес. Бұл дегені Хорнетс командасы финалда дегені міне. Қуанышы, Ибрахимнің өкініші, көз жасы жоғарыдан өтіп кетті. Өкінішті, Бұл футбол. Жас бүлдіршіндер жеңілді. Арсенал жартылай финалда пенальтилер сериясынан есе жіберді 3-2 есебімен. Ибрахим гол соға алмады. Көз жасына ерік беріп жатыр. Құрметті футбол сүйер қауым, осымен матч трансляциясын аяқтаймыз. Келесі ойындарда сіздермен кездескенше қоштасамыз. Сау сәлеметте болыңыздар.